Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Түйенің неден жаралғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Түйе шөлден жаралды. Бір күні Тәңірі Тағала адамға қажылыққа бар деп әмір етті. Адам ата Меккені бетке алып жолға шықты. Ол кезде адам аяғы тимеген жер көп екен. Жол салынып, құдық қазылмаған. Адам ата шөлден әбден қаталап қиналды. Астындағы аты шөлге шыдамай жолда қалды. Адам ата жаяу тартты. Қойын қонышына құм толып ілгері жүргізбеді. Әбден қалжырап бір жерге жетіп жығылды. Адам ата Құдайға жылап: «Уә Тәңірім, әл-дәрменім таусылды, жүрерге шамам жоқ. Атым шөлге шыдамай жолда қалды. Маған жәрдем ет», деді. Құдай Тағала құмды сипа деп әмір етті. Адам ата бісміллә деп құмды сипап еді. Құм арасынан бақырып түйе шықты. Тәңірі Тағала: «Ей адам, сен үшін түйені жараттым. Енді шөлдегі серігің осы жануар болады», деді. Түйенің жаралған жері қазіргі Мәдинаның топырағы екен деседі. Адам атаның тілегін Тәңірім сол жерде қабыл қылғандықтан Медине қаласына кие дарыды. Адам ата түйеге мініп Меккеге шаршамай аман жетіпті. Ондағы қара тасты айналып бірнеше рет қажылық жасайды. Осылайша Меккеге қажылық жасау Адам атадан қалған екен. Адам ата Меккедегі шатырында демалып отырғанда Жебірейіл періште жұмақтан құрма мен Кәусар бұлағының суын әкелді. Адам ата құрманы жеп сүйегін жерге тастап еді, одан құрма ағашы өсіп шықты. Құрманы пейіштің жемісі дейтіні осыдан екен. Кәусардың суын ішіп жатқанда бір тамшысы үзіліп жерге түсіп сіңіп кетті. Жер астында ұзақ жатып қасиетті Зәмзәм суына айналады. Исмайыл пайғамбардың заманында сол судың қоры құдық болып қазылыпты деседі. Әрі қарай түйе туралы қызықты мәліметтер. Ересек түйенің салмағы 700 килограмм. Түйелердің отаны Солтүстік Америка, Азияға Аляска арқылы келген. Олар өте шыдамды, 100 километр бойы шаршамай жүре алады. Өмір сүру ұзақтығы 35-40 жыл. Демалып жатқан түйені орнынан тұрғызу қиынға соғады. Ол өзі қалаған кезде тұрады. Бір ай бойы тамақтанбай жүруге шамасы жетеді. Оның терісі күн сәулесін тойтарып, шөл даланың ыстығынан қорғайды. Түйе өркешінде су емес, дененің температурасын төмендетіп отыратын май жинақталған. Денесінің орташа температурасы 34-41 градусты құрайды. Азиядағы түйелерде 2 өркеш, ал араб түйелерінде 1 өркеш. Екеуін будандастырғаннан туылған түйе нар деп аталады. Олар тоқтаусыз 200 литр су ішуі мүмкін. Түйенің сүтіндегі витаминдер сиырдың сүтінен 3 есе көп. Оның сүтінен шұбат қана емес, сондай-ақ май және ірімшік жасалады. Жүгіру жылдамдығы 10-12 км/сағат. Өркешіндегі майдың салмағы 35 килограмм. Бұл жануарлардың кірпіктері 2 қатардан тұрады. Ол түйелерді шөл даланың құмынан сақтайды. Түйе 60 км қашықтықтағы суды сезе алады. Арабтарда түйе сөзі әдемі дегенді білдіреді. Әлемдегі барлық түйелердің саны шамамен 20 миллион. Ең көбі Австралияда. Абай болыңыз, түйелер алдыңғы аяқтарымен де тебуі мүмкін. Өз салмағының жартысына тең жүкті 30-40 км бойы көтеруге күші жеткілікті. Өз жауларынан қорғану үшін оның бетіне түкіреді. Солтүстік Африка елдерінде қасиетті жануар болып саналады. Арабтар оны шөл даланың кемесі деп атайды екен. Өркешіне қарамастан оның омыртқасы түзу. Жаңа туған бота 2 сағаттан кейін аяққа тұрып жүре береді. Түйенің етінде май жоқ, сондықтан ол диеталық өнім болып табылады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.